Білесіз ба, бірде бір адам Алланың елшісіне келіп, қолдарында шіріп кеткен сүйектері бар, соларды саусақтарының арасында үгітіп тұрып: «Ей Мұхаммед, Алла тағала мынау шірген сүйектерді топырақ болып кеткеннен кейін де қайта жаратады деп тұрсың ба?» дейді. Сонда оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам емес, Алла тағаланың өзі пайғамбарға уахи түсу арқылы жауап береді. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады: ол бізге мысал келтірді да өзінің қалай жаратылғанын ұмытты. Оған айт, Алла оны әуелде қалай жаратқан болса, дәл солай қайтадан жаратады дейді. Алла тағала сені бір тамшы судан жаратқан Алла сені қайтадан шіріген сүйек болған кезде қайта жаратпайды деп ойлайсың ба? Жасыл ағаштан от шығарған Алла, тасты тесіп су ағызған Алла сені қайтадан жарата алмайды деп ойлайсың ба? Бұл жерде проблема Алланың құдіреттілігінде емес, адамның ұмытшақтығында болып тұр да. Яғни кім бастауын білсе, әуелде қалай жаратылғанын білсе, ол қайта тірілетіндігіне ешқашан күмәнданбайды. Расында Алла барлық нәрсеге құдіретті және күші жетеді.